сүйектерінің ригидтілігіне байланысты тартып тұрады. Из-за этого он так будет лежать. Кішкентай балада, 1 жасқа дейінгі балада сіздер еще родничок тексеру керексіздер. Қолдарыңызды қойдыңыздар, қарайсыздар. Большой родничок, если вы бухает, значит мидың ішіндегі қысым жоғарылаған, гипертензия, скорее всего, менингиттің белгісі. А, например, и және ол пульсациялайды. Если же у него, наоборот, обезвоживание, как при кишечных инфекциях, наоборот, ішіне қарай кіріп тұрады. То есть родничок тоже имеет значение. Келесі, бірінші тексеретін белгіміз шүйде бұлшықеттердің ригидтілігі. Баланың басын қолымызға аламыз, екінші қолымызбен кеудесін фиксациялаймыз. Иегін кеудесіне тигізуге тырысамыз. Нормада он должен доставать. Егер менингит болса, шүйде бұлшықеттердің ригидтілігіне байланысты ол жете алмайды. Қанша көлденең саусақ жете алмайды санайсыздар? 1, 2, 3, 4. Осы кезде, осы белгімен қоса сіздер Брудинский жоғарғы белгісін тексересіздер. Мынаны жаңағы иегін кеудесіне тигізуге тырысқан кезде екі аяғын өздігінен жеріп алады. Опять-таки мына арқа и жамбас сан бұлшықеттердің ригидтілігіне байланысты. Келесі Брудинский ортаңғы белгісі. Қасаға аймағына қолдарыңызбен басқан кезде екі аяғын өздігінен жинап алады. Үшінші Брудинский төменгі белгісі. Аяғын жамбассан, және тізе буынында 90 градус жасап бүгеміз. Бүккен кезде мына екінші аяғын өздігінен жеріп алады. Это называется Брудинский, нижний Брудинский төменгі. Или же осымен қос екі аяқтан бірдей тексересіздер. Тексеріңіздер, екінші аяқтан тексереміз, то же самое 90 градус жасап, и аяғын бүктік, қайтадан жазуға тырысамыз. Сол кезде жазылмайды аяқ. Бұл керник симптомы деп аталады. Керник симптомы деп аталады. Келесі белгі, бет тоғасынан ұрғылаған кезде ауырсынудың пайда болуы, бұл Бехтерев симптомы. Үлкендеу бала болса, ол сіздерге ай больно деп айтады. Кішкентай бала болса, бетін тыржитып. Екі жақтан да ауырады ма? Bir жақтан ба? Екі жақтан, скорее всего. Ну, в принципе, прям ондай ясный, ондай көрген жоқпын мен балалар. И лиссаж симптомы 1 жасқа дейінгі балаларда жасалынады. Баланы қолымызға аламыз қолтығынан, сұқ саусақпен басын фиксациялаймыз. Неге? Өйткені ол басы артқа шалқай кетсе, екі аяғын итак жинап алады. Сондықтан фиксация жасайсыздар, нормада аяқ салақтап тұру керек осылай. Менингиальды белгі оң болған жағдайда екі аяғын ішіне қарай жинап алады. Шат не сияқты деп айтады ғой? Это определение менингиального. Дальше.